Май қайда кетті мына кілт? Асыққандай үстіп. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Қыз жібекпен Төлегенге жалынды сәлем. Сәрсен мен Сәулеуге жалынды сәлем деп айтуға болады ғой. Сәрсен, Сәуле келгендерің қандай жақсы болды. Мына дүкенге қарай тұрасыздар ма? Қарай тұрыңдаршы. Асығып тұр едім, бір тығыз шаруам бар еді. Жарайды. Кілтті таппай қойдым, кілтеп кетейін десем. Жарай ма? Жарайды, барып келіңіз. Барам да келем. Ойпырмай асығып тұр едім. Бір аяғым мында, бір аяғым анда. Кеттім. Ал, кірсіңіз, дүкенші келіншек. Қане бұлай тұршы? Тү, жараса деген. Қызметіңіз құтты болсын. Thank you. О, қай тілде сөйлеп кеттік? Английский, да? Yes. Yes. Тоқтай тұр. Сен сонда қазір маған рахмет деп айттың ғой, е? Yes. Тү, мен мақал. Рахметті ағылшынша please деп ойлап жүрмін ғой. Масқара. Оның несі масқара? Ей, анау, ағылшын тілінен беретін Айжанға мұғалімші? Иә. Сол өткен жол мен оған өзімше рахметті ағылшынша please деп айтқан ғой. Ол не деді? Бұл не деді? Айжан сабағы жақсы деді, бірақ сізге әлі үйрену керек деді. Мен оған сау болыңыздың орнына сәлемәтсіз бе деген шығармын онда. Сен не дедің? Мен не дедім? Гутен тақ дедім. Сәрсен, гутен тақ деген не ол? Гутен тақ деген ол сөз. Білем сөз екен. Ойлашы, қай тілде айтылған сөз? Гутен тақ. По морде будем тақ. Немісше, ал сен? Жарайды. Айжанның папасы ағылшынша да немісше де біледі екен деп ойлап қалсын. Сәрсен, осы сен шет тілінде түк білмейсің. Неге білмеймін? Білем. Мен индияшы ән салам. Бала кезімде Индияның киносын біреуінде жібермей көретін. Айтшы соның біреусін. Айтам? Айтшы. Бастайын. Баста. Хаттуба. Akide bana beti, kolone bana beti, akide bana tikima, kodi taki. Магазинің құтты болсын. Эй, Радика бұл. Жоқ, біз әлгі кім? Бұл ғой. Магазинге қарай тұршы деп айтып еді. Содан біз жаңағы. Мен мынау ауылдың дүкенінде индийский кино түсіріп жатыр екен деп ойлап қалдым. Ой. Не болып қалды аға? Ай, Сәрсен, сенің көмегің қажет болып тұр. Мына тісім қақсатып өлтіріп барады. Қандай көмек? Ой, ауылда кімнің тісі ауырса, емдейтін мына мен. Ой, менің тісім ауырса, емдейтін бір адам жоқ. Жүрші, кабинетіме жүрші. Мына асың тісшігімен мына инені саласың да, мынаумен жұла саласың. Болды. Ой, ондай қолымыздан келмейді. Ана екінші дәрігеріңіз бар ғой, сол жылсын. Ой, ол қалаға бір айлық курсқа кетті ғой. Жүрші енді қақсатып барады. Үйдегі жеңгемізге айтыңыз. Ой, ол да төркініне барып келем деп кеткен. Қане? Ашыңызшы кішкене. Сапеке, бізде күштеген жетеді. Бірақ анау жағыңыз қарысып қалама деп қорқып отырмын. Қорқатын дәнеңіз жоқ, бұлқылдап тұрған тісқа жұла саласың. Сапеке, мен ине сала алмаймын, ренжімеңіз. Ой! О, Алишер, сен қайдан жүрсің? А меня за сахаром отправили. А представляете, тут собака вообще дикая, чуть не укусила меня. Жынды. Ей, сен менің итімді жынды деп тұрсың ба? Ой, я не знал.
Это сіз ит, да? Ай, мына Шәкеннің бұлдырлаған немересі не дейді? Мені ит деп тұр ғой. А ну-ка прекратить. Жоқ, ол анау даладағы ит кімнің иті деп сұрап тұр ғой. Енді баланың қазақшасы нашар. Ай, айналайын. Ауырса менің тісім ауырып тұр ғой, құлағым сапсау. Бұл явно сіз ит екенсіз деп тұр. Қаланың балаларынан мұндай сұмдықтар шыға береді. Жок, я не хотел. Я хотел спросить, это ваш ит? Ой, мынау тағы да не қыл деп бұлдырлап кетті. Есік алдында тұрған ит болса, это я ит. Не деп отырып кетті. Это мой ит, мой ит, мой ит, мой. Тісім мой, тісім мой. Сабыр сақтаңызшы. Ашуланған сайын анау тісіңіз одан да бетер ауырып кетеді. Дұрыс қой. Да, собаке. Я не хотел вас обижать, Иту. Ай, мынау барған сайын басқа шығып барады ғой, айналайын, тағы мені обижать етейін деп тұрсың ба? Собакең анау, иттің мынау, еще обижать етем десеңші. Сапар аға, сіз оған ренжімеңіз. Бұл өзі қазақшаны жаңа үйреніп келе жатқан бала ғой. Бала емес, бәле ғой мынау, бәле ғой, айналайын ау. Ай, мынаның қазақшасы мынау болса, орысшасы тіпті страшный шығар. Қой, мен кетейін. Нервім көтеріліп, шамалы тісім орнына келейін деген сияқты. Ты смотри, жақсылап үйренетін болсын. Я же не специально. Я как могу, так и говорю. Қорықтай сөйлей бер. Осылай үйреніп кетесің. Шприсімді бұтып кетіппін. Ай, айналайын. Ана есік алдындағы ит, не мой ит. Немая собака. Первый раз тыңдап тұрмын. Мәссаған. Мынау менің жұмыртқаларымның ақшасы ғой. Қайдағы жұмыртқа? Ой, сізде кіріп келеді екенсіз. Мешайт етпеңізші. Осы сен немере? Аяқ астынан важный болады. Сенің көмегің керек. Қандай көмек керек? Кемпірауыз керек. Кемпірауыз? О, не істейсіз? Менің сиырымның екі тісінің арасында шеге керек. Соны шығаруымыз керек. Сен аузын ашып тұрсаң болды, мен өзім суырып аламын. Жарайды, кет. Ол не қылған шеге? Бәтіңкеге қағатын кішкентай шеге. Сонда сіздің сиырыңыз бәтіңкеде жейтін болған ба? Ой, маулас кешші. Бәтіңке жеген несі? Жемнің ішіне түсіп кеткен шеге. Маған пастатиж керек. Бар болса тауып берші. Баршы тауып берші. Ой, ана бардың артында жәшіктен аласаңызшы. Жарайды. Ей, бала. Сонда мен өзім тауып келуім керек па? Бар. Бар да тез тауып бер. Ой, мынаны санап бітіруім керек. Айтпесе бұл апай ұрысады маған. Ой, ұрыспайды деймін. Бол тез, бол шей, бол. Ой, сізде қоймайды екен істегі. Столға жақындамаңызшы. Түспеңіз. Ой, сені мына меліштарыңды кім ала қояды дейсің? Ой, меліш дейсіз. Қып-қызыл ақша ғой кәдімгі. Мені пассатижіңіз. О, бұл. Мынау маған как раз дәл келеді. Кеттік. Сен барасың ба жоқ па? Ой, жұмысымды бітіріп алайын, сосын барам. Менің анау, сиырыма обалы болды ғой. Деп жылап тұр ғой. Сабаш, келгенің қандай жақсы болды. Мен саған клиент тауып қойдым. Ойбай, қайдағы клиент? Өзім дәрігер таппай бытшыт болып жүрсем. Не болып қалды? Сапараға тыныштық па? Қайдан тыныштық болсын? Тісім қақсап барады, тісім. Стоматологтың да тісі ауырады екен, ә? Немене, стоматолог адам емес пе екен? Әлде оның тісі жоқ па? Бар, ойбай! Ей, Сапаш, сен айнаға қарада өз түсіңді өзің жұлып алмайсың. Жылалмайын, бір рет көрген. Болмады. Ей, мә. Ендеше, мына кемпір ауызбен өзім жұлып беремін. Қане, көрсет. Мынау мен ба? Иә. Онымен жылмайды ғой, мынау мен жылады, мынау мен. Ей, сенің мынауыңнан, мына менікі жақсы жұлады. Ей, бейл,
менің тісіме мына уколды салып берші. Ойбай, аға, мен өмір укол салып көрмегем. Сала алмаймын. Әкел уколды. Мен салып берем. Жоқ, сенің қолың қатты, қажет жоқ. Қызық екенсің. Сонда Бейбіттің қолы жұмсақ екен, Сен алдымен өзіңнің қолыңа, одан кейін Бейбіттің қолына қарап көрші. Не болып қопты? Не болып қопты? Тіс жұлатын адамның қолы нәзік болу керек. Нәзік. Міне, талай адамның жанын алып қалған қол бұл. Сонда менікі нәзік пе? Сенікі нәзік. Сен андағы мелішті садағынан басқа еш нәрсе білмейсің. Өміріңде қолыңа күрек ұстамаған адамсың. Қол деп, шіркін, мына менің қолымды айтсаңдаршы. Ауылбай келметіппен жүріп берем. Ол қалай? Міне бұлай. Бұлай тұр. Бұдан басқа методы жоқ. Бір ұлдар тісің жұлынады. Сезбей қатасың, зато сезбей қаласың. Сен не есің дұрыс па? Бала болып кеткенсің ба? Кеттім. Сен неден көмек сұрап келген? Мен де ақымақ. Әрине ақымақсың. Ана стоматологыңнан ақыл сұрамайсың ба? Ойбай-ау, жоқ қой стоматолог менен басқа жоқ бұл ауылда. Ендеше жоқ болса, ауданға бар, ауданға. Аудан дегенде мені жүгіріп бара салатын жақын жерге қойып кетің. Сен бір келерсің менің алдыма. Көрермін сонда. Мен сені ауданға, тіпті облысқа жіберем. Білдің бе? Сапаш, уколыңды салып берейін дедім. Тісіңді жұлып берейін дедім. Енді қорқып жүрген өзіңсің ғой. Мен айналайын, қорқып жүргенім жоқ. Менің нервім қозып жүр. Нервім. Анда барам нервімді қоздырады. Мында келем нервімді қоздырады. Көмектесейін десем, анда барсаң нервің қозады, мұнда барсаң нервің қозады. Қызық екен өзі. Өзіңіз ғой. Біреудар деп кесін шығарған. Отыршы. Мәссаған. Сапар қашып жүріп, инструменттерін тастап кетіпті ғой. Қазір келіп қалатын шығар. Жоқ, ол келмейді. Уколды сиырдың тісіне саламын, ал жұлғышпен шегені суырып аламын. Жүр, кеттік. Не қылып отырсың? Жүрмейсің? Қазір. Ай, стоматологтарым. Мына коробканандағы жабысқағыңмен орап тасташы. Ішінде ыдыс бар, абайла. Шағып алма. Шағып алатын мен саған немен жылан қой деп пе едің? Осторожно, не разбивай демейсің ба? Жарайсың, атам. Осылай көңілді істелінген жұмыс тез аяқталады. Әлишер жоқта өздерің орысша сөйлейсіңдер, Әлішерге қазақша үйретіп алайық. Содан соң оған біз немісше, французша, ағылшынша, орысша сөйлей береміз. Сіз английскийше білмейсіз ғой. Оны қалай сөйлейсіз? Ал Әлішер болса жақсы біледі. Английскийше деген сөз жоқ, Арман. Ағылшынша деу керек. Жарайды, ағылшынша. Оны бізге Әлішер үйретеді, балам. Сонда апам екеулеріңіз бір-бірлеріңізбен ағылшынша сөйлейсіздер ма? Иә. Ана, Әлішер қазақша үйреніп жүр ғой. Сен де міне ағылшынша үйрен. Демек, тіл білген жақсы ғой. Әрине балам, тіл білген жақсы. Кейін сен өскенде бізді Англияға алып барасың. Ол үшін жақсы оқу керек. Сол жақта атаң екеуміз мал бағамыз, бие сауамыз, қымыз баптаймыз. Иә, атасы. Осындағы малыңды жөндеп алшы алдымен. Арман, қойшы болды енді. Мына сумканы неге апар? Ас үйге апарма.
Mınanı közüm görmedin mi? Karaş mınan? Ой, Құдай-ай. Әке, Аналшы. Жастарға жалынды сәлем. Отыра бер, отыра бер. Бөткіл мектеп болып, тауға барасыңдар ма? я ата, көрші алдың оқушыларымен бірге Сартауға барамыз. Дұрыс екен. Айтпақшы. Менің шешті сотығы мерседесімді міне болмайсың ба? Ата, көлік бар ғой. Ай, ол шешті сотыйыңның моторы жоқ қой. Мотор жоқ нес? Ай, бұның шешті сотый анау есек арбасы. Арбасы болғанмен ана моторы көгесегі ғой. Ол ана Базарбайдың бақшасында жүр. Оны Базарбай көрсе, не белін сындырады, не апарып қамайды. Соға тұрыпты. Менің есегім Базарбайдың бақшасына кірмейді. Оның бақшасында менің есегім жейтіндей не жем, не шөп жоқ. Ай, сен не? Базарбайдың бақшасына кіріп көріп бедің? Жем жоқ, шөп жоқ. Жоқ әлде есегін айтып қойып бедің. Кірме, ұят болады деді. Қалай күтсең, олай күн. Бәрібір менің есегім ақылды. Ол мені бір рет ажалдан аман алып қалды ғой. Қалай сонда, ата? Баяғыда мына Қызылсайда бір көпір болатын. Шөп шауып болып, арбамен келе жатқанбыз. Көпірге келгенде ұлыс көгесек жүрмейді. Олай қамшылайын, жүрмейді. Бұлай қамшылайын, жүрмейді. Арам қатқыр. Өз обалың өзіңе дедінде, төмен түсіп, өзеннен өтіп барады. Дәл сол кезде көпір күттір етіп, төмен кетті. Егер мен ана көпірмен келетқанда бар ғой, көпірмен берген менде капут болатын едім. Ай, шіркін-ай, көгесегің сен емес өзін ойнаған ғой. Дегенмен ақылды екен ай. Açkınım ay ya. Kimde oynasın, onu oynasın. Bərber menin esegim akıldı. Hey! Bilgisim, kulağıma. Sen үйde oturup ap. Menin esegimnin kayda, ne istep жүргенін қайдан білесің ya? Ай, Әлішер айтқан жаңа. Ай, балам, отыр. Sen, менікі есек, где видишь? Ата, что с вами? Говорите акрын, а то тут собака, там еще что-нибудь. Так и инфаркт можно получить. Жарай, кешір енді. Sen, мой ишак, где видишь? Как где? Программу надо смотреть в мире животных. Ай, дұрыс айтасың. Есек животный ғой. Сол животный қайда жүр екен? Сен көрді деп ана атаң айтып отыр. Мен, ол, животный, да. О, Животный, как будет на казахском? животный жануар. Зверь хайван. Мен, ол, хайвань, хайуа. Что-то вьетнамским запахло. Мен, ол, жануары, кормедум. Дұрыс па? Ай, Әлішер, сен атаның есегін ана Базарбайдың бақшасынан көрдің деп өппедің, Бәлекет! Ұсталдың ба? Бәсі, бағанадан бері неменеге сырқылдап күліп отыр десің. Осы екен ғой бәрін бүлдіріп отырған. Бостан босқа мына Әлішердің басын қатырды. Ай, Әлішердің басы оған неменеге қатады? Басыңды қатыр болған есегіңе айт оны. Рас айтады. Кеш батпай тұрып мен соны тауып алайын. Сәлиме де ұрсып жатқан шығар. Бар, таяқ жеп қалмай тұрғанда, бар. Әкеш баламандағы жабысқақты. Ата, вы это как назвали? Жабысқақ, осының лентішкі ма атауын білмей отырмын ғой. Ата, бұл скотч, а еще екі... Нет, как там? Дабл скотч бар екен. Вот те липкие. Вот такой вот. Ай, сонда екі жағы да жабысқақ па? Как? Жасыпқақ? Жасып-бақ емес, жабысқақ. Иә. Сен мұна үйренсеңші тілді. Жабысқақ. Жабысқақ. Ну вот так ноги ставим,
Туловище ровно, голова тоже ровно. Потом поворачивайтесь. О, только голова должна быть чуть-чуть позже туловища крутиться, чтобы не кружилось. Дай, тоқташы, сен маған қазақша түсіндірші осыны. Тұра тұр. Қара. Пойдет па? Ай, сен жаңа туловище қалай дедің? Мынау қалай қазақша? Аяқ. Ну вот, и вот делайте так. Иек. Ей, ой, атаң. Ей, атасы не қылды саған? Атасы жақсы адам дегенім ғой. Мынау. Аяқ. Мынау иек. Тосундум. Ну вот, сіз иек айнайсыз, бас сосын кетеді. Вот, только синхронно жасау керек. Тоқташы, синхронно деген не ол? Синхронно ол, когда екі адам что-нибудь бірдей жасайды. Онда, кәл екеміз. Бір, екі, үш. Я, сол сияқты. Тұратыңдар. Түкке түсінбейді. Бұлай ғой. Мына менің денем бұрылғанда басты алдыға тартып тастап кетем бе? Ай, бастан айыратын жағдай жоқ. Одан да, әлшер, не бар еді ғой, үйретсеңші әке. Проходка. Қандай проходка? Ой, әгі шетелдікше, немене еді аты, құдай ай, де, лулини проходка. Майкл Джексон. Лунная походка. Ол сложный. Ну, мен қазір музыка қоям, бәріміз танцевать етеміз. Во. Повторяйте за мной. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Ей, сен. Немене болды? Бұлай ғой, бұлай. Бұлай ғой. Ей, бұлай. Ай, бұл неге қамшы керек қой? Қамсыз қалай бұл? Ай, бұл қамшымен өзің білесің, кезінде ата-бабамыз елге билік айтқан, бірлікке шақырған, көнбегенді көндірген, жүрмегенді жүргізген. Қазір ғой, пүлсіз өмір жоқ. Міне, бұл да пүлсіз жүре алмайды, солай ма саған? Не болды? Bir жерің ауырып тұр ма? Аузын ыстық шайға күйдіріп ағын ғой. Тісім қақсап өлтіріп барады. Осын жұлып беретін адам керек. Ай, айналып кетейін. Өзің тіс дәрігерісің. Иә. Ят емес пе? Иә. Өзіңе өзің қарамай, ай қарап жүрсің бе? Иә. Аш кәл ауыз. Аш. Тағы да. Сабазың, тіс ауырып тұрса да, жылқының етін жеуді қойма, айдай. Ой, жүке, сіз де осы қалжыңдауды қоймайды екенсіз. Тісім шынды да қақсап өлтіріп барады. Бір бұл ауылда кімнің тіс ауырса жұлып берем ғой, біреуің жұлып беріңіздерші, осы тісімді айналайындар, а? Аға, кешіріңіз. Я сізге көмектесейін. Надо нитку, күшті нитка керек. Байла и тарту. Все. О, әлшер жұлып береді. Иә. Міне. Ата, жақсы нитка нужна, чтобы жыртылмайтын. Ей, жіп деген жыртылушы ме? Жіп осал болса үзіледі, мықты болса үзілмейді. Иә. Не болса да айтау көрейген дос. Әлішерден бірдеңе болмаса бізден енді қайыр күтпей-ақ қой. Нитка болса да, арқан болса да бірдеңе. Отыр. Аға, отырыңыз. Мұнғауың не? Бер қарап отыр. Бұлай отыр. Бер қарап. Не көрін самадай болып жылап. Аға,
У вас тыс болтается или этот, мықты там? Мен тіс жоқ. Балтасы етпейді. Менгі тұр ғой. Ага. Рот, откройте рот. Аузыңды аш, аш дейді аузыңды аш. Ади. Кеңірек. Жақсы, мақтап байла, мақтап байла. Я майлап жатырмын, я. Әй, сен майлама, оны майла. Өмірі шешілмейді, майла. Вот, все, болды. Енді только тарту керек. Оны, жүгі, ай, осы да бір ала алмай жүрген өшің бар еді ма? Сен тартып баршы. Қолға түстің бе? Не болды? Шәке, мынауың менен қалыпты. Өзің тартасың ау деймін осында. Ондай баладан, да ұста, бала ұста. Әкір, ар қолын ұсташ, ұста, тарт. Еркек емесің ба? Тұра. Ал, бір, екі, үш, Сапар. Эй, Сапар. Эй, бауырым. Операция окончен. Сапар. Есіңді жейші. Сапар дей. Бітті. Анау бәрімізді қазір мылтығына кеп қырады. Неге ол бізді қырғу керек? Біз оның ауырын түс емес, сауытшын жұлып алдық қой деймін. Ай, Әлішер, сен қайтысын байладың, ауыру ма жоқ сауытсын ба? Ол деді коренной. Мен коренной байладым. Ол и так-та коренной, осы жердің тумасы. Түс туралы айтып тұрмыз ғой, қазақ. Ол айтты, коренной ауру. Ей, коренной ол басқа, оның тісі тіс ауру ғой. Сапар аға обрабатывать кетті. Неменен обрадовать дейді мынау? Түсінбедім. Ай, қазақша түсіндірші бұлаған. Ол қалай айтамын? Сол ағаның тысы жұлыдық қой. Сол жерде пустой место қалды. Сол пустой место спиртпен промывать ету керек. Сол. Немен дейді? Ой, спиртпен мынаны жуу керек дейді ғой, соған кеткен ғой. Бітті. Мен үйге кеттім. Сапар қалайсың ай? Сапар ай. Ей, жеке. Бәрі тамаша болды. Бәрі жақсы болды. Тісім жылынып, бәрі қоя қойды. Ей, Әлішер, сен нағыз стоматолог болатын жігіт екенсің. Жарайсың. Біз. Сен су жүрексің. Жаңа ғана осы қашып бара жатыр едің ғой. Қайдағы? Мен сапаршы шақырып берейін деп бараттым. Ой, бұрмай, бетің біл көтпейді. Онда біз батырмыз.